Ұлы уағызшы сопы Қожа Ахмет Яссауидің анасына арнап салынған бұл кесене Шымкент қаласының Сайрам тұрғын алабының ортасында орналасқан. Қараша Шана Сайрамдағы танымал Мұса шейхтің қызы болған. Шын есімі Айша бибі. Өз уақытында ең білімді, сауатты және көрегенді әйелдердің бірі болған. Ең алғаш кесене 13 ғасырда құралған. Алайда табиғи жағдайлар мен уақыттың әсерінен кесене құлап, қайта қалпына келтірілген. Осы күнге дейін сақталып келген кесене 19 ғасырдың ортасына жатады. Кесененің төрінде Қараша Шананың мәрмәр тақташалармен қапталған бейіті бар. Кесененің көлемі шаршы тәрізді. 6-да 3 шаршы метр, күмбез биіктігі 7 метрден асады. Оңтүстік және батысындағы қабырғаларының маңдайшалары сүйір жерге ұқсатылып өрілген. Аталмыш мәдениет орны 1982 жылдың 26 қаңтарында қорғауға алынды.